Саламатсыздар ма? Жай ғана текстпен жаза салмай, халық алдында мойнымды көтеріп, түсіндіріп кетейін деп шешім қабылдадым. Негізі таңнан бері осы информациямен арпалысып жатырық, маза кетіп қалды. Біріншіден, халықтың наразылығын түсінем, өйткені сіздерге жалған информацияны таратып жатыр, яғни дезинформация. Оны бастаған Евразия каналына менің үлкен сұрақтарым бар, себебі жалған ақпарат тарата отыра халықтың арасында мені кибербуллингқа келіп жатыр. Үшіншіден, бұл дінге қатысты болғандықтан мен үндемей отыра алмадым. Өйткені қазақ елі енді ислам дінін ұстанамыз. Мені исламға қарама-қайшы, жаман персонаж қылып көрсетіп жатқанына өте қатты ашулымын. Айта кетейін, қасқырдың аузы жесе де қан, жемесе де қан. Бірақ та шындығымды естіп кетсеңіздер, біріншіден ешқандай алкогольді сусындар болған жоқ. Бәріміздің есіміз таза. Өйткені 70% ана жерде отырған қыз-келіншектердің барлығы оранған, ұзын киген намаздағы кісілер. Екіншіден, ол жерде конкурс болды. Өнерлеріңізді көрсетіңіздер, не білесіздер деген кезде қыздардың біреуі рэп оқыды, алдында тұрған Айшолпан, екіншілері опера айтты, Миньон дауысын салды да, мен келдім да, енді намаздағы кісілер мені түсінеді ғой, мен де мақтанғым келді, мен Құранды білетін едім дедім да. Сондай ниетпен айтылған зат. Ол жерде ешқандай рэп, музыка, бит жоқ. Просто халықтың бәрі андай кәдімгідей ушықтырып жүргеніне менің өзім сасқалақтап қалғаным бар. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم وما يموت ولا يدعو على المسكين.